Мен сосын керемет адамды көрдім. Ешкім білмейді оны. Қамбар Медетов деген домбырашы болды. Бұл мен айтар едім, гения деп ешітқанда. Ақсақұлан мен соғыстан үйрендім. Мына мен әлгі қарлығаштардың қайсы Ақсақұлан деген күй әлгі мультфильм бар ғой. Ақсақұлан. Сондағы күйді өзім тірттім ғой. Сол Медет жаңағы Қамбар ағамыздың школасы. Қақсы басқа ғой. Қазір тартса бұлар білек, бұна бұлайша тартады. Осы тұрып алады өстіп. Мысалы, анау басқаша, стригі басқа, темпісі басқа. Оны ұшып көрек қандай атпен. Анау осылай болу керек. Соны қызық. Анандай тартуға секіртіп ойнай алмайтын болғаннан кейін, ал Қамбар деген кісі секіртіп ойнағанды. Бұның өзінің ал жағында тағы да біздің тартып жүргеннен басқа дүниесі бар. Сағадан шыққаннан кейін тағы да босатады отырып алды. Bir kitap çıkıptı. Çingizkan'ı Do Temirlan'ı деген. Соны оқып отырсам, Шыңғыс хан 66 жасында мына Қытайда қайтыс болады. Қара Қытайда. 66 жасында қайтыс болады. Сонда соның алдында баласын шақыртқанда келмейді ол. Енді онда айтпайды, бірақ айтпағанмен білініп тұр. Өйткені күйдің өзінің аты Ақсақұлан Жошық хан. Мына Ұлытауда бейіті тұр.